ана әке мықты болған қоғамда біздің балаларымызда мықты азаматтар болатын сөзсіз. Басты мақсаты отбасындағы әкенің рөлін жаңаша пайымдап, ұлттық құндылықтар мен заманауи тәрбиенің үйлесімін талқылау. Ассалаумағалейкум, құрметті қатысушылар, форум қатысушылары. Негізі біздің Қазақстан қазіргі екінші орында ажырасудан білесіздер. Бірінші орында Мальдив аралы дейді. Екінші орында әйтеуір әлемнің бір минус жағынан Қазақстан алдыда ғой. Соның біреу осы ажырасу. Соның екінші орында осы Қазақстан. Неге? Өйткені біздің көп жерде әке мен ананың рөлі ауысып кеткен ғой. Ана еркек болып кеткен, еркек әйел болып кеткен. Өйткені біз қазіргі оқиға, қазіргі қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Иә, біз қазір айта аламыз, жаңағыдай жақсы ағамыз айтып кетті, жақсы сөздер айтып кетті, біздің нақыл сөздеріміз айтып кетті. Иә? Керемет, мағынасы зор. Бірақ біз қаншалықты осыны сіңіріп жүрміз. Жаңа айтып кетті, осы жерде мектеп директорлары, орынбасарлары, әрбір ата-ана келіп отыр деп. Менің мақсатым сіздің ата-ана ретінде осы кішкентай уақытта сіздер өздеріңіз кімбіз? Менің бала шағамның алдында, менің алдымда отырған кластың, сыныптың балаларындағы мен кіммін, мен қандай тұлға болуым керекпін оның алдында деген ой тұру керек. Неге? Өйткені жалпы былай қарасаңыз, тарихқа қарасаңыз, барлық жағынан әкенің рөлі әрқашанда бірінші тұрады. Ол әйел қауымының екінші сорттағы деген нәрсе емес ол. Ең бірінші Құдай тағала адам баласын жаратқанда кім жаратты? Адам атаны жаратты, бәріміз білеміз. Соның қабырғасынан Хауа анамыз жаратты. Қай жерді қарасаңыздар. Сондықтан біздің аталарымыз да әкенің қадірін. Мысалы қарапайым айтайын, қазір мысалы мынандай бір оқиғалар болады. Жаңағы феминизм дейді, жаңағы әйелдің орны еркекпен тең дегендей бірдей қоя бастайды. Бірақ қараңыздар, еркек істеген істі әйел істей ала ма барлық істі? Или әйел қауым істеген ісін еркектер істей ала ма? Әйелдер мысалы бала жылап жатса, ауырып жатса, қасынан кетпей, түнімен ұйықтамай, еркектер сіздер шыдай аласыздар ма? Бір қол көтерсінші еркек, мен шыдадым мен. Бар көрпе жастығын, біреу бар. Екеуі бар екен. Мықты. Үшеуі бар екен. Шыға бастады. Мықты келемін. Жоқ, рас айтам, мықты. Біз қалған еркектер үшеуінен басқа, қалғанымыз не? Жастығымызды аламызда басқа бөлім кетіп қаламыз ба? Шыдаймаймыз да жүрген. Сол сияқты еркектің істеген ісіне кейбір әйелдер істей алуы мүмкін. Бірақ бәрі емес. Келісеміз бе? Ер адамның жағдайы бөлек та. Өйткені оның жаратылысы бөлек. Шын әркім өзінің шынайы жауап берсін де өз-өзіне жауап берсін. Мен қалай тәрбие беріп жатырмын мен? Мен балама, қызыма соңғы кездері қыдыртқаннан басқа ең оңай қыдырту бар, мегаға бар, паркке бар, бірдесесін сатып алып беру ең оңай. Кім айтты? Дұрыс айтады. Рухани біз балаларымызға егер де беретін болсақ, азықты. Біз мысалы тамақ ішеміз, су ішеміз, қарынды тойдырамыз. Бірақ біз қаншалықты рухани балаларымыздың рухани дамуына үлес қосып отырмыз. Біз оларға рухани үлес қоспағаннан кейін олар қайдан білім алып жатыр? Қайдан рухани азық тауып отыр? Айтыңыздаршы. Әлеуметтік желіден дұрыс болсын. Қоршаған орта, Жетіспегеннен кейін, внимание, жетіспегеннен кейін бала қайда барады?
түнгі клубтарға барады, ойын клубтарына барады. Дұрыс па? Әлеуметтік желіде сол күйде отырады. Дұрыс па? Сіздің орныңызға тәрбие беріп жатқан кім? Басқалар, Сіз балаңыздың, қызыңыздың алдында кім болып тұрасыз? Екінші, үшінші, төртінші, 10-ші орында тұрасыздар. Келісесіздер ме? Ал егер де сіз өзіңіз тұлға болсаңыз, балаларыңыз алдыңызда біріншіден жаңағыдай іс-әрекетпен, сөздеріңізбен, барлық мінез құлқыңызбен бірінші орында тұрсаңыз, кімнен алады ол? Әкеден алады. Әкенің айтқан сол кезде заң болады. Сіздердің барлықтарыңызды сұрасаңыздар, почти барлықтарыңызды сұрасаңыздар, бұрын сіздердің әкелеріңіз, шешелеріңіз қалай тыңдаңыздар дегенде қабақпен тыңдады деп айтасыздар. Келісесіздер ме? Қабақпен, Ал қазір сіздердің балаларыңыз қабақпен управлять етіле ме? Иә, бар. Жоқ, бәрінде жоқ деп айтпаймын, но көбіңізде жоқ. Ол сіздерге шындық. Ол қазір қоғамның ауруы. Бар дейтін жігіттерге, ата-анаға мен ризамын да. Қабақпен, өйткені мәселе қорқуда емес, мәселе таяқта емес, мәселе сабауда емес. Қазіргі буллинг деген бар ғой сіздерге дамып жатқан, мәселе ол емес. Қабақпен, тайт, ұят болады. Болмайды деген сөздер біз үшін бітті баяғы. Тайт десе бұл. Не үшін апа десең, болмайды, жаман болады. Bunu айтпайды әжам, не үшін болғаннан? Солай болды ма? Солай болды ғой, бәріміз, естеріңізге түсіп жатқанша, апаларыңыз, аталарыңыз айтып жатқан, жаман болады болды. Не үшін жаман болады ол? Біз сұрамайсың ғой. Сөйтіп біз өстік. Кейін түсіндік оны, өсе келе, білім ала келе түсіне бастадық. Кейін өздеріне айтатын болдық сол апаларымызға. Баяғыда мен мысалы апам айтатын, үйде айналып жүгіріп жүрсең, не деуші еді? Айналма дейтін, жаман болады дейін. Арғай сұрайсың, не үшін болмайды десең, баламыз ғой, сұрай бастайсың, не үшін апа болмайды ол десең, жаман болады деп қой. Сөйтсе, мағынасы, о апамыз білмейді ғой, 4-ақ класс бітірген. Өзі айтады, 4-ақ класс бітірген деп. Сөйтсек, бұл шариғатымызда бұл айтқан кезде, қақпадан басқасының айналуы болмайды екен ғой. Мысалы, оны апам білмейді де ол. Ол бізге үйретіп отырды ғой, болмайды деп қойды. Сөйтсек сонда екен, біз енді қазір біліп жатырмыз ғой, Құдайға шүкір, егемендігіміз алып, дініміз дамып жатыр, салт дәстүріміз Құдайға шүкір дамып жатыр. Біз соларды үйреніп, өзімізге сіңіріп, біз соны балаларымызды үйретуіміз керек. Сол үшін сіздерге айтарым, құрметті әкелер, енді аналар оның ішінде, естественно, бүгінгі тақырып әкелер болғаннан кейін әуелі өзімізге қарай. Біз жасымыз 40-қа, 50-ге келсе де, 60-қа келсе де, біз үйрене беруіміз керек. Үйрене беруіміз. Менің осыдан бір, қазір анам 54-55-ге келді, осыдан бір 10 жыл бұрын анамнан сұраған кезде, сенде қандай связь деген кезде, связь, Билайн, актив деген бар ма? Кисел деген. Сенде қандай связь деген кезде, білмеймін, менде Nokia деп айтады да. Менде Nokia. То есть ажырата алмайды. Связь не сотовый аппарат не екенін осыдан 10 жыл бұрын ажырата алмайды. Бірақ қазір Instagram, TikTok'та бәрі отырды шығарып, бізге жібереді жаңағы неше түрлі нәрселер. Айтайын дегеніне, қанша жасын ойланса да, егер де адам ізденсе, үйренеді ғой, қолданып үйренеді. Сіздер де солай. Сіздер де балаларыңыздан қалқамас үшін, балаларыңызға айту үшін сіздер де үйреніңіздер. Не айтамын мен балама? Не үйретемін мен? Мейлінше өздеріңізді жан-жақты етіп көрсетіңіз. Егер де сіз өзіңізді мықты етіп көрсетсеңіз, балаларыңыздың алдында жалғыз тек қана ұру, айқайлау, зекіп сөйлеу дегеннен басқа сіз өзіңізді спортивный, моншаға барып, ағаларыңызбен, бауырларыңызбен, достарыңызбен отырған кезде балаларыңызды алып көрсетіп,
Сіз ұялмайсыз, егер де сіздің круг общение, достарыңыз жақсы болатын болса, арақ ішпейтін, темекі шекпейтін, жақсы әңгімелер айтатын болса, балаларыңызды апарыңыз сол жерге, көрсетіңіз, достарыңыз қандай екен. Ол ойлану керек. Менің әкемнің достары осындай, значит, менің достарым да сондай болу керек деген. Сіз балаңызға кейбір нәрсені айта алмасаңыз, сол достар арқылы айту керек. Достар арқылы жеткізесіз. Сөйген одан сұрақ пайда болады. Менің әкем осымен айналысады, біреу бизнесмен, біреу саудагер, біреу спортсмен, біреу андай, біреу мұғалім. Қандай жан жақты? А мен кім боламын деп. Ал біз қазір еркегі бар үйдің үйінде еркектің мінезі қалыптаспайтын өкінішті. Екінші проблема бізде. Қазір білесіздер, екінші орында жаңа ажырасуды айттық. Енді сіздер ойлаңыздаршы. Сол үйде ажырасқан үйде балалар тәрбиеленіп жатыр. Қыз бала, ұл бала. Келісесіздер ғой. Сол ұл бала қайдан алады ұлттық мінезді? Еркектік мінезі қайдан алады? Әйелден ала алмайды ғой ол. Бірақ ол кімден алады? Ол әйелдің ағасы бар, інісі бар, туысқандары бар, нағашысы бар дегендей. Оны сол еркектен алады. Сіздерде соларды біреулеріңіз бар, бір қарындастарыңыз, әпкелеріңіз, бір туысқандарыңыз бар ажырасқан. Оның да баласы бар өсіп келе жатқан. Дұрыс па? Бар ғой. Соларға сіздер әке болу керексіздер. Сіз мысал болу керексіздер. Оны ой, ананың баласы ой деп қалдыруға болмайды. Ол сіздің туысқаныңыз. Ал оған осылай білім тәрбие беру, ол сіздердің міндеттеріңіз. Енді сөзімді қорытындылай келе, мен алып келген бір кітаптарым бар. Осы кітаптарымды осы сіздерге таратсам деп, бірақ сіздердің сұрақтарыңызға қарайды. 4 сұрақ қойылса, 4 кітапты осы сіздерге таратайын. Түрлі құқықтық идеологиялардың келуіне байланысты бағанағы әйелдердің құқығы деу арқылы осы көп еркектердің беделі шамалы кейде аяққа тапталып жатқан сияқты. Осы жағдайларды сіздер қалай реттейсіздер? Сұрағым түсінікті болды ма? Кітабымды беріп жіберсеңіздер, бірінші пока жетінші. Мынау жаңа айтылды ғой, феминизм бойынша. Енді біз жалпы қазақ халқы, мұсылман халқы әйел адамын никогда екінші орынға қоймағанбыз. Керісінше қыздың жолын жіңішке деп алдыға қойып төрге шығаратынбыз. Әлі күнде бар ғой, Құдайға шүкір. Біз ешқашанда европалықтар сияқты әйел адамды, не болса арабтар исламға дейін арабтар мысалы әйел адамын екінші орында сақтаған. Европада солай зат ретінде қараған. Кейін мұсылманшылық келгеннен кейін әйел адамды бірінші орынға қоятын болған. Әйел адамы. Сондықтан біз осыны ажыратуымыз керек. Бізге Европаның саясаты керек жоқ бізге. Феминизмді өзінің бір шындығы бар, бірақ көбісі өтірікті. Кейбір кезде біздің әйел қауымы керек кезінде феминизмді қолдайды, керек емес кезде түсіріп тастайды. Еркексің ғой, барсашы депті. Осы бұл үйдің отағасы сен ғой деп етер сөйлейміз, алдыға қарай. Сол үшін біз негізі ударды бірінші алатын еркектер. Ударды бірінші алатын еркек. Бірақ жұтып қоямыз. Психологически біз стойкіміз да негізі. Әйел адам баласын алатына сөйтіп жаратқан, тілмен айтып тастайды, шашып тастайды. Нервісі тып-тыныш болып жата береді. Өзіміз іште отырамыз, ойланып, сосын ең бірінші қайтыс болып өліп кететін еркектер көбісі. Апалар қалады сосын бар. Сондықтан әділдік осында. Екінші сұрақ. Осы отбасында жалпы қоғамда ер азаматтардың әкелердің рөлін жөнінен түсініп себебін не деп ойлайсыз, соған жауап берсеңіз. Қазіргі қоғамда әкелердің рөлі неге тапталып жатыр дейсіз ғой? Себептері. Жаңа айтылған әңгімелерді мен айтып кеттім. Ол жаңа ажырасу. Бірінші себеп ажырасу. Өйткені ажырасқан кезде көбінесе балалар аналарымен қалады. Аналармен қалғаннан кейін сол тәрбие беріп отқан ана әлбетте сол күйеуінің дәрежесін күйеуінің балалардың алдында көтермейді, басып отырады. Сен әкең андай, сен әкең мұндай, сен әкең бүйткен сөйткен дегендей. Немесе екінші себеп
ол қазіргі оның туысқандары. Ананың әкесі бүйткен, ана сөйткен. Үшінші себеп, ең үлкен себептің бірі қазіргі қоғамдағы еркектердің шыны керек өздері рөлдерін беріп қойып отыр. Яғни роль управление дейміз ғой, жаңа басқару механизм көптеген еркектер әйел адамға беріп қойған. Неге? Қазіргі еркектердің көбісі мойындарына аманат жүктей алмауында. Келісесіздер ме? Қазір мысалы келіспесеңіздер сіздерге дәлел ретінде айтайын. Қазіргі тенденция үйлену. Біз баяғыда үйленетін кезде 25-ге келіп үйленбей қалсаң проблема болады. Неге үйленбей жүрмін бала деген. Тұрмысқа шықпай қалса 20-да ойбай нағыз неғып отырып қалды деп. Ал қазір 30-ға келген еркектер үйленбей спокойно жүр. Әлі ерте деп қой. Қыздарымыз жүр 25-тен асып. Бар ма? Бар, Неге? Қыздарда емес кінә, еркектерде. Еркектің аманатты ала алмауында қазір. Қорқақ үйленуді. Мен үйленіп анау. Үйленейін десем, бірінші үйін жағдайын жасап алайын, машина сатып алайын, бүйтейін сөйтейін деген. Осы жерде отырғандар көбісі мен ойымша ештеңесі жоқ үйленген. Келісесіздер ме? Ештеңем жоқ үйленгендер көтеріңіздерші. Бәрі, ештеңеміз жоқ, үйлендік, біз керек болса өз басын үйлендімді алып кеттім шетелге, 2 чемоданмен. Түгім жоқ. Ал қазір үйленем дегендер не? Машина сатып алайын, үй сатып алайын, жағдайын жасайын. Одан кейін бітті, білмеймін анау, неғып үйленбейді. Карта еп кетеді, қыздар ұнамайды уже, сынай бастайды, ана қыз анау, мынау қыз анау деп. Көрдіңіздер ме? Аманатты мойнынан алмаған жігіттер ол үйленеді кейін. Бізге келіп барды үйленеді. Бірақ ол үшін позициясын беріп тастайды, рөлін бәрін беріп тастайды қыздарға. Әлемдегінде жеттім ау дейді бір қызға. Сөйлеп управление сен алған. Сондықтан осындай факторлар бізге әсер етеді. Өкінішке орай. Әкенің махаббатын көрмеген қазіргі әкелер өздерінің махаббаттарын қазіргі балаларына қалай беру керек? Мысалы, жаңа өзім айттым ғой шет жасым, өзім әкенің махаббатын көрмегенмін. Өз басым. 21 жасында әкемді көрдім, бірақ одан кейін қарым-қатынасымыз болды, бірақ ондай қалай махаббат 21 жастағы адамда. Мысалы, менің балаларым қазір, пансионаттағы балаларым болсын, өзім балаларым болсын, маған әке деген кезде мен әрқашан ойланамын. Қандай күшті деймін да? Мен біреуді әке деп айтпағанмын ғой. Мен үшін жат нәрсе әке деп айту үшін. Мен сондай бір сөздің мағынасын білмейді екен. То есть мен өзім біреуге айту деген үшін. Ол әкем, оу балам деген нәрсені бар ғой. Мен өзім айтқан сайын мен елестетем. Мен де сөйтіп айтқан шығар деп. Айтатын белгілі. Сөйтіп мен өз балаларыма ау балам деп мен максималды түрде барынша жылулықты танытамын. Жалғыз материалды емес, бағана айтқан бір нәрсесін алып беру бір жерге қыдырту емес, жоқ. Өзімен бірге алып, оның өзінің қандай екен және де балаларыма бір қалыпына қойып, мен жеткен жетістікке асып кетсеңдер, мен сендерге сол кезде риза боламын депші. Менен асып кетіңдер деп айтамын. Балаларыма оқу жағынан болсын, спорт жағынан болсын, қай жағынан болсын, менен асып кетіңдер деп айтамын. Сол кезде мен сендерді мойындаймын. Ал оған дейін сендердің жетістіктерін мен мойындай алмаймын деп айтамын балаларыма. Және де барынша өзінің балаларына мәселе тек қана қырық қабатпен болмайды, анау деп ұрсуда емес. Ол қарым-қатынас тілдесуде балалармен сөйлесіп, кішкене 5 сағат 10 минут жеткілікті сізге. Күнде 10 минут сіздің балаларыңызбен сөйлесу былай жеткілікті. Анау бізде дежурный сөздер бар, қалай мектеп қалай болды, қанша алдың деген. Одан бала шаршап кеткен, автоматты түрде жауап береді сізге. Олай емес. Қайда осының үйіне бар? Қандай қыздар болмайды? Ана кіммен барып жүрсің? Қандай PlayStation-дер, қандай ойындер болмайды? Бірге PlayStation ойын ойнасын.
Ештеңке жоқ ол. Баламен ойна, лучше, чем ол бала басқа біреумен ойнаған шығар. Осындай қызықты хоббилермен балаңызбен бөлісіңіздер. Достарыңызбен апарыңыз, моншаға апарыңыздар, ең мықты. Мен әлі күнге балаларым қазір моншаға бірге барамын, жұмылдырамын. Мысалы, арқасын естіп, 19 жасар баламның арқасын естіп, менің арқамды естіріп, жұмылдыруды айтамын. Мысалы, мен қартайған кезде сен мені жұмылдырасың ба деп. Жұмылдырамын ғой деп болады. Мен айтамын, ол кезде мен шал боламын ол кезде. Қазір бастап оған тәрбие беріп жатырмын да мен, миына құйып жатырмын. Ал қазір егер сіз осыны үйретпесеңіз, ол сіз кәтейгенізді сіз жұмдырмайды ол. Сол үшін ол ең достық нәрсе мынау. Адам баласында бұл жүрек. Балалар мен сен әкенің арасында ең достық ол. Сіз ең бірінші дос. Қарым-қатынас жасау керек. Балалар мен сен әкенің арасында ең достық ол. Сіз ең бірінші дос. Қарым-қатынас жасау керек. Рахмет Назымаға, Ақылбар Сартыңызға, құрметті қошеметтеріңіз. Қазіргі қоғамда әке рөлі әлсіреп бара жатқандай. Іле ауданының әкелер мектебі, әкелер тәрбиесі жөніндегі осы форумына қатысып, жақсы сұхбаттасып шығып келе жатырмыз. Мынау қазіргі қоғамда әкенің рөлі, білесіздер, жоғалып бара жатыр. Қазақтың қазақилығы жалпы құрдымға кетіп бара жатыр десек те болады. Неге? Біз әрдайым айтып келеміз, қазақтың идеологиясы төмендеп бара жатыр. Бізде идеологияны дамытатын институттарымыз аз. Бірақ мынау ауданның, Іле ауданының осылай әкелер мектебінің көтеріп, әкенің рөлін қоғамдағы қандай екенін көрсету үшін ұйымдастырып жатқан өте керемет. Біз өзіміз білесіздер, Салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры жетім балаларды өсіріп, оларға тәрбие беріп, оларды барынша киіндіріп, жан-жақты өсіріп келе жатырмыз, білесіздер. Осы 10 жылдық тәжірибемізді ата-аналармен, мектеп директорларымен, завучтермен міне бөлістік, Құдайға шүкір. Егер де біздің осылай бір әкелеріміз мықты болатын болса, онда аналарымыз да мықты болады. Ал ана, әке мықты болған қоғамда біздің балаларымызда мықты азаматтар болатын сөзсіз. Әке ретінде біз олардың деңгейіне түсуіміз керек. Олардың қажеттілігін түсіну, солардың тілінде сөйлесек, оларға біз жақсы тәрбие бере аламыз. Сондықтан ата-ана сіздерге айтарым, балаларыңыздың деңгейін көріңіздер. Балаларыңызға деген керекті мағлұматты беріңіздер. Сіздер егер балаларыңыз мықты болсын десеңіз, бірінші өздеріңіз мықты болу керексіздер. Сіздің балаларыңыз сізге қарап мықты болатыны сөзсіз.